Баршаңызға сәлем. Бүгін менде өте керемет жұмсақ сиыр етінің рецептісі болады. Соңына дейін қараңыз видеоны. Бірінші етімізді осылай үлкен кусок қылып кесіп, қазанымызға май құймай салып аламыз барлығын. Одан кейін пиязымызды 4 бұрышты қылып турап, барлығын жайып шығамыз. Енді бетіне сары май саламыз. Одан соң үстіне 1 стакан су құйып, бетін жауып, қайнағанша қойып қоямыз. Біздің қазанымыз қайнады. Енді 1 чеснок, тұз және де домалақ перец саламыз. Енді қалауыңызша дәмдеуіш салып, бір араластырып, етіміз піскенше бұқтырып қоямыз. 1-1,5 сағат асықпай қайнатып алатын боламыз. Қалауыңызша гарнирмен берсеңіз болады. Осылай қасына помидор, огурцы турап қойсаңыздар болады. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады еттеріміз. Міндетті түрде жасап көріңіз, өкінбейсіз. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркелуді де ұмытпаңыз. Жасап жатсаңыз ас болсын.